достар, мінекей Санчиктің үйіндеміз. Жарная картошка, осындай хотела. Қасымызда бізде алуа бар, алуа. Санчиктің үйіндеміз. Көп рахмет, жаным сол. Әйтеуір бір осындай жарная картошка хочу демеміз, сразу давай кел, жейміз. Жасаймыз деп біз алуаны алып алдым қасыма. Ас болсын бізге. Үйінен алып келдім. Үйінде жатыр. Мен жөтел бауырып атырмын десем, Санчиктің үйінде жөтел бауырасың. Иә, жаным неше жыл болды ғой, достығымыз ажырамасын. Осылай араласып, құрласып жүре берейік. Рахмет саған, дастархан кейінге жайыла берсін деп тілек айтып кетсең. Короче, жаңа аяқ астан кешкісін, в общем, Санчиктің үйінде жиналамыз деп шештік. Сонымен алушка бар қасында. Картошка. Иә. Вкусно. Вот картошка жареный. Санчик жасаған. Көп рахмет, жаным сол. В общем, осында отырмыз біз Санчиктің жанында. Енді біз Қосылайықтың екінші сезонындағы қатысушыларымыз ғой. 5 жыл болыпты бірге. Иә, 5 жылдан асып кетті даже. Содан бері араласамыз. Жаныма жақын адамдар ғой негізі. Былай араласып, жаңағы хабарласып тұратын жандар осылар. Алматыға келген сайын күтіп алады, хабарласады. Сонымен барлығымыз отырмыз осында. Ассалаумалейкум. Қайырлы таң, ардақты ағайын, қалайсыздар, амансыздар ма? Бүгін күндерде сәлдік очки қалай былайлар болатын сияқты да өзіме сыйлық жасадым. Қазір жолға шығып бара жатырмын. Қай жерге баратқанымды сіздерге біраздан көрсететін боламын. Всем хорошего дня. Короче, жолда тұрсақ. Нихао, дага, нихао. Бір қызық нәрсе көрдім, не интересно. 什么东西大概这个？水烟筒啊，有什么东西？玩的烟吗？抽烟的，抽烟的。 шегіп атқан сияқты, походу. Непонятно. Ал қалайсыздар, кеш жарық болсын. Бағана айтқанда енді эфирға шықтық. Бүгін Диас молодец, артық жұмыс қойды негізі. Как положенодан. Сол. Енді бір әңгіме бар. Жаңа бір аптекада тұрсам, бір мужик өзінің баласына памперс алып жатыр да. И бір апа отыр. Сөйтіп анау апа сұрайды, памперс кімге деп жалмаң-жалмаң етіп сұрап отыр. Жанында бір жасар баласы бар екен. Соған десе, а чё ол өзі сия алмай ма дейді да. Сен неге сия алмайсың балам? Қолың жермей қоя ма деп андай. Анаяқта тұрдым да апаға айтқым келді шыны керек. Аузыңызды жабасыз ба? Сасып жатыр депші. Жоқ, не жоқ деймін да енді. Айтпайын десең енді осындай оқиғалар көп кездеседі Қазақстанда. Өзінің өмірі емес нәрсеге араласады да мұрнын тығады. Жоқ ода қандай проблема бар екенін, ата-анасы ол нәрсені білмей ма деп ойлай ма. Сол зат бүгін енді сол нәрсеге жаңа настроем күшті болып келе жатыр. Сол нәрсе кішкене настроем болмай қалды шыны керек. Сол кеше де айтқаным сол ғой, біреудің өміріне мұрындарын тықпаңдар. Сол короче. Мына двор күшті екен. Волейбол ойнап жатыр жігіттер. Осы жерде не алсам ба деп отырмын. Өзімді орым сияқты болып кетті.